Мен Қасымханова Шолпан Қасымханна 2017 жылдың 1 тамызында 86-621 әскери бөлімінен денсаулығыма байланысты зейнетке кеткен зейнеткермін. Бүгінгі таңда Астана қаласының Шәкәрім Құдайбердіұлы 24-тен бір бөлмелі пәтер алдым. Осы жылдың 9 наурызында біз жаңағы пәтерлерімізді жекешелендіруге құжаттарымызды тапсырып кеттік. Бұны енді айтатын болсақ, жаңағы бүкіл осы біздің құжаттарымыздың өткізуімізге, соның жолын көрсетіп, қандай құжаттар керек, қайда баруымыз керек, кімге баруымыз керек, осының бәріне жол сілтеген адамдарға мен үлкен рахметімді айтқым келеді. Біріншіден мен Қазақстан Республикасының президентіне рахметімді айтқым келеді. Өзіміздің Қазақстан Республика қарулы күштерінің қорғаныс министрі генерал-майор Ермекбаев Нұрлан Байзағышке рахметімді айтқым келеді. Өзімнің командирім подполковник Жасұзақовқа рахметімді айтқым келеді. Қапшағай аудандық пайдалану бөлімінің бастығы подполковник Әміреевке рахметімді айтқым келеді. Сол осы жердегі Қапшағай аудандық пайдалану бөлімінде істейтін қыздар Мәлік Анарға рахметімді айтқым келеді. Алияға рахметімді айтқым келеді. Астана қаласындағы